Баршаңызға қайырлы күн, миллионер оқырмандар. Бүгін сіздермен бай болудың құпиясы және де бай болуға кеңестермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіз, сіз үшін өте пайдалы болмақ. Ал бастайық. Көбіміздің ойымызда қалай бай болсам болады, қалай көп ақша табуға болады, миллионерлер қалай бай болған екен деген сұрақ мазалауы мүмкін. Байлыққа жету керек, бай болғым келеді десем, негатив көбейіп, бай болған жаман, байлық адамның мінезін құртады, байлық адамды жамандыққа шақырады деп жатады. Байлық адам ішіндегі барлық нәрсені шығарады. Қолына ақша түскен кезде жақсы адамның жақсылығы артады, ал егер жаман адамның қолына билік, байлық түссе, жаманшылығы артады. Сондықтан бізді ақша бұзбайды. Оны өзіміздің ниетіміз, ақшаға деген жаман ойларымыз. Ал бір адамдар оп-оңай байып жатады. Ал біреулер тиыннан тиын санап, айлықтан айлыққа өмір сүріп жүр. Болмаса кредит, қарыз деп шапқылап, қашан жабамыз деп өмірі өтіп жатыр. Бай болғымыз келеді. Ол үшін соған сай болуымыз керек. Қалай? Ал сіздерге байлықтың құпиясын айтайын. Бірінші, жоқ десең, жоқ кіріп алады. Молдасын құрып алады деген бар. Бүгіннен бастап жоқ деп айтпаймыз, сөздерді алмастырамыз. Таусылып тұр, қазір болмай тұр деген сияқты қазақтың керемет сөздермен сөйлеуге тырысамыз. Ақшам жоқ деп айтпаймыз, оның орнына сөздерді ауыстырып, ақшам қазір болмай тұр, ақшам таусылып тұр деп осы сөздермен алмастырсаңыздар болады. Және де көбінесе әйелдер қауымы біз ақша жинаған кезде на черный день деген орыстың сөзін үйреніп аламыз да, сол күнге ақша жинайды екенбіз. Керісінше, баламның тойына көлік аламын, үй аламын деген жақсылыққа жинасаңыз, ақшаңызда берекелі болады және де тез жиналады. Ақшаны жинау үшін белгілі бір мақсат қою керек. Сол мақсатқа жету үшін жиналған ақша тез әрі берекелі жиналатын болады. Ақша ол ешқашан бітіп қалмайды. Ақша ауа сияқты. Мен қолданатын кезде ол пайда болады, ал қолданбайтын кезде тұрады. Сол сияқты ақша ағып жатқан энергия. Өзендей ағып келеді. Ойымызды алмастырамыз. Бүгінгі күннің аффирмациясы: менің кірісім күннен күнге артуда. Ақша маған өзендей ағып келіп жатыр деп төменге жаза кетіңіздер. Видео пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.